Саламатсыздармы? Бүгінгі сабақ тақырыбымыз су алмасуды реттеу, нысана мүшелері. Сабақ мақсаты су алмасудың реттелуін, нысана мүшелерді оқып үйренесіздер, су мөлшерін бақылаудағы антидиуретикалық гормонның рөлін түсіндіре алатын боласыздар. Су тұз алмасуы ағзадағы су мен тұздардың сіңуі, таралуы, тұтынуы және бөліну процестерінің жиынтығы. Су тұз алмасуы организмнің ішкі ортасының осмостық концентрациясының, иондық құрамының және қышқыл негіздік тепе-теңдігінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Салмағы 70 кг адамның тәуліктік су қажеттілігі шамамен 2,5 литрді құрайды. Оның 1,2 литрі ауыз су түрінде, 1 литрі тамақпен бірге, 0,3 литрі ағзада түзіледі. Мысалға, май, көмірсу, нәруыздар тотыққан кезде. Адам ағзасындағы жалпы су мөлшері 60%-дан асады. Оның ішіндегі гидратация түрінде 40%, қан тамырларының ішінде 4,5% және жасушааралық сұйықтықта 16% болады. Организмдердің құрамында натрий, калий, кальций, магний, хлор, сульфаттар, фосфаттар, биокарбонаттар иондары кіреді. Олар ұлпалардағы физикалық және химиялық процестердің сипатын анықтайды. Су тұз гомостазының маңызды параметрлері. Бірінші, осмостық қысым, pH және жасуша ішілік және жасушадан тыс сұйықтықтың мөлшері. Су балансы 3 процестен тұрады. Ағзаға тамақ пен сусымен су қабылдау, екінші метаболизм кезінде судың пайда болуы, яғни эндогендік су деп атаймыз. Денеден судың шығарылуы. Су алмасуының өзгеруі немесе бұзылуы оң немесе теріс тепе-теңдік ретінде көрсетіледі. Яғни оң деп артық судың организмге жиналу болса, теріс судың жетіспеушілігі ретінде көрсетіледі. Қанның салыстырмалы тұрақты осмостық қысымы судың организмге түсуімен, яғни ішу арқылы, және тыныс шығару ауасы, тері, үлкен дәрет, зәр арқылы организмнен шығарылуы арасындағы тепе-теңдік есебінен сақталады. Су алмасуды реттеу жүйесі күрделі құрылымға ие. Бұл жүйенің адаптивті мақсаты ағзадағы сұйықтықтың оңтайлы көлемін ұстап тұру. Су алмасуды реттеу жүйесінің қызметі тұз алмасуын және осмостық қысымды бақылау жүйелерімен тығыз байланысты. Ағзадағы су алмасуды реттейтін жүйеге орталық, афферентті және эфферентті буындар кіреді. Орталық буын, яғни шөлдету орталығы, гипоталамустың алдыңғы бөлігіндегі нейрондар. Бұл орталық үлкен ми қыртысы аймақтарымен байланысқан. Афференттік буын, бұл сезімтал жүйке ұштары, дененің әртүрлі мүшелер мен ұлпалардың, мысалға ауыз қуысының шырышты қабаты, қан тамырлар, асқазан мен ішектердің жүйке талшықтары және рецепторлары жатады. Негізінен визуалды және есту қабілетінің рецепторлар болып табылады. Әртүрлі типтегі рецепторлардан хемо, осмо, баро, терморецепторлардан афференттік импульстар гипоталамустың нейрондарына түседі. Шөлде орталығының нейрондарынан нервтік және гуморальдық реттегіш тітіркендіргіштер эфференттік буын құрылымдарына бағытталған. Су алмасудың реттелу жүйесіндегі эфференттік буынға бүйрек, тер бездері, ішек және өкпе жатады. Бұл органдар көп мөлшерде немесе аз дәрежеде организмдегі тұздар сияқты су құрамындағы ауытқулардың жойылуын қамтамасыз етеді. Антидиуретикалық гормон, АДГ. Яғни, су тұз тепе-теңдігін реттеуге қатысатын және дисталды еректелген өзекшелер мен бүйректің жинағыш түтікшелеріне әсер ететін негізгі гормон болып табылады. АДГ гипоталамус нейрондарында синтезделеді және қоздыру кезінде қан ағысына секрецияланатын гипофиздің артқы үлесіне сақталады. Қандағы жоғары осмостық қысым АДГ секрециясын тудыратын қоздырғыш болып табылады. Мұны суды жеткіліксіз тұтынғанда, қатты тер шыққанда немесе тұздың көп мөлшерін қабылдағаннан кейін гипоталамустың осморецепторлары тіркейді. Гипофиздің артқы үлесіне берілетін жүйке импульстар пайда болып, АДГ-ның босап шығуын тудырады. Осмолярлықтың тек 1%-ға өзгеруі АДГ секрециясының айқын өзгерістеріне әкеледі. АДГ дисталды еректелген өзекшелер мен жинағыш түтіктердің қабырғаларында судың енуін арттырады. Су сүзіндіден қыртыс заты мен ми заты ұлпасының сұйықтығына шығады да
бүйрек біршама концентрлі зәрін аз көлемін бөледі. Адыгы сондай-ақ зәрден ми затының ұлпа сұйықтығына диффузаланатын неседнәр үшін жинағыш түтікпен өткізгіштіктін арттырады. Мұнда неседнәр өзінің осмостық қысымын арттырады, ол өз кезегінде генле ілмегінен бәсеңдейтін буынының жұқа сегментінен шығуын ұлғайтады. Нәтижесінде бүйрек өзекшелерінен суды реабсорбциялау және концентрациясы жоғары зәрдің аз көлемін сыртқа шығару жүзеге асатындықтан гормонды антидиуретикалық деп атайды. Судың көп мөлшерін қабылдағаннан кейін керісінше қанның осмостық қысымы төмендейді және адыгының секрециялануы тоқтайды. Дисталды өзекше мен жинағыш түтік қабырғалары суды өткізбейтін болады. Сөзінді ми заты арқылы өткенде судың реабсорбциясы азаяды да гипотониялы зардың көп мөлшер шығарылады. Бұл дегеніміз адыгы болмаса зәр концентрленбейді және тәулігіне 20 литрге дейін бөлінуі мүмкін. Ал тәуліктік нормасы 1-1,5 литрді құрайды. Судың екіншілі реабсорбциясына қандағы натрий иондарының тұрақты концентрациясын ұстап тұруды бақылайтын альдостерон гормоны әсер етеді. Организмге су жеткілікті болса, натрийдің қалыпты мөлшері тамақпен түсіп тұрса, адыга және альдостерон секрецияланбайды. Дисталды иректелген өзекше және жинағыш түтік эпителий тұздарды, неседнәрді және суды өткізбейтін түрде қалады да өте көп және араласқан зәр түзіледі. Нысана мүшелер. Бұл жоғары қан қысымынан бәрінен де көп зардап шегетін мүшелер болып табылады. Осындай мүшенің бірі жүрек. Қан қысымы жоғары болғанда миокард, яғни жүректің бұлшықеті инфарктісі болуы мүмкін. Келесі нысана мүше ми болып табылады. Онда жоғары артериялық қысымда микроскопиялық инсульттар сияқты процестер жүріп, ақыл-ойдың, жадтың, зейіннің төмендеуіне алып келуі мүмкін. Сондай-ақ бүйрек те нысана мүше болып табылады. Қысым жоғарылағанда қалдықтарды организмнен шығаруға қатысатын құрылымдардың жойылуы орын алады. Уақыт өте келе бұл бүйрек жетіспеушілігіне әкелуі мүмкін. Ауру меңдеген сайын бүйрек артериясы және шумақтары сипатты өзгеріске ұшырайды. Нефрондардың бір бөлігі жұмысын тоқтатады. Олар атрофияға, яғни өлуге ұшырайды. Бүйрек ұлпалары невросклероздың дамуымен дәнекер ұлпаларына алмастырылады. Өз қызметін қалыпты орындай алмайтын бірінші реттік бүріскен бүйрек пайда болады. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі дамиды. Жоғары артериялық қысымның теріс әсері алдымен зәрде альбумин нәрозының пайда болуымен, яғни микроальбуминерия түрінде көрінеді. Бүйрек жұмысында іркіліс байқалады. Гормондардың биологиялық әрекеті олардың жасушалар мен нысана мүшелер рецепторларына әсер етуі арқылы байқалады. Назар аударғандарыңызға рахмет.